жұтқыншақтың аппараттары. Ол үш түрлі бөлімдерден тұрады. Бізде қуыс, доға және қалталардан тұрады. Суреттен қарасақ болады. Міне бізде қалталары, міне доға және жерде бағанағы шеле, қуыс. Мысалы бараза деп айтсақ болады. Түстермен белгілеп қойған. Жалпы бізде бұл эктодермадан дамиды. Именно қуыстар эктодермадан дамиды. Ал доғалары мезодермадан және қалталары эндодермадан дамиды. Міне бұл эмбрионның қай бөлігі десек, міне бізде желбезек секілді, міне тура мойынның түбінде орналасқан. Олардың жалпы маңызы қандай? Осы үш бөлімнен бізде мысалға құлақтың шайнау деген сияқты бұлшықеттердің дамуы жүреді. Біріншілік қуыстар, бізде біріншілік, екіншілік, төртіншілік қуыстар болады. Сыртқы құлақ өтісі осы бірінші қуыстан, first cleft дейді, осыдан дамиды. Және екінші, төртінші клефттан бізде уақытша мойындық синус дамиды. Ол уақыт өте келе бітісіп кету керек. Егер ол жабылмай қалған жағдайда бізде киста пайда болады. Жұтқыншақ кистасы ол синустың бітелмей қалуынан пайда болады. Ол киста көбінесе стеноклидомасоидоз бұлшықетінің алдыңғы бөлігінде орналасады, алдыңғы латеральды бөлігінде. Және ол жұтынған кезде қозғалмайды. Бізде тура ол сол секілді екінші түрі бар. Ол тиреоклассал дакт киста. Бұл да дәл осы жұтқыншақтың кистасы секілді, бірақ бұл жерде ол жұтқан кезде қозғалады. Суреттен байқасақ болады. Ол еще ортасына қарай орналасады. Ал біздің жағдайда латеральды орналасады және жұтынған кезде қозғалмайтын етін. Балаларда көрсеткен суретінде бізде жұтқыншақтың кистасы. Екіншісі ол пауч бізде осы қалталар. Төрт түрлі қалта болады. Бірінші қалтадан бізде ортаңғы құлақтың бөлімдері, эвстахия түтігі және мастоидты бізде сүйек бар ғой, мастоид сүйегі. Шығып тұратын құлақтың артында. Соның ауалы клеткалары дамиды. Екіншілік жұтқыншақ қалтасынан бадамшалар олай жақында. Сосын үшінші қалтадан бізде именно артқы бөлігінен төменгі қалқанша маңа безі дамиды. Алдыңғы бөлігінен тимус дамиды. Және төртінші қалтадан артқы бөлігінен қалқанша маңа безінің жоғарғы бөлігі дамиды. Алдыңғы бөлігінен ультима фарингеал бади дамиды. Жалпы ол да бір қалқанша безінің бір бөлігі. Бізде мнемоникалар бар. Еще өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Бізде бағанағы қалталардың орналасуы, бір, екі, осы қатарынан орналасқан. Келесі ол доғалары, жұтқыншақтың доғалары. Бізде мынандай мнемоника бар екен. When at the restaurant, the golden arts, children tend to first cheer, қалай оқылады, соны комментария жазып кетсеңіздер. Then smile, then swallow stylishly, or simply swallow, and then speak. Golden доға деген, алтын доға деген ресторанға келген кезде бала бірінші кезекте шайнау керек, одан кейін күлімсіреу керек, жұту керек, стильно жұту керек дейді. Сосын қарапайым жұту керек, сосын сөйлеу керек дейді. Сонда бірінші доғадан бізде шайнау бұлшықеттері дамиды. Олар 5-ші тройничный нерв арқылы нервтендіріледі. Сол бізде 3 түрлі бұлшықет бар. Шайнауға қатысатын, солардың дамуы жүреді. Бәрі сол былайша айтқанда, қалай болады? Шайнау және жұтыну деген секілді бір іс-қимылдарға жауап беретін бұлшықеттер дамиды. Бізде мысалы anterior belly of digastric дейді. Бұл міне бізде алдыңғы бөлігі осы біріншілік доғадан дамиды.
сосын мынау хрящ, шеміршектер. Мен анау төменгі жақтың шеміршегі деген секілді меккел шеміршегі, мына олар меккел шеміршегі, және міне сол бірінші қатар осылай көрсетілген. Сосын бұл жерде де бізде уже патологиялар болады, жұмсақ таңдайдың ажырап кетуі или қосылмай қалуы, былайша айтқанда. Сол кезде мұрын қуысы мен ауыз қуысында бізде шел пайда болады, өтпелі бір арасында кеңістік пайда болады, былайша айтқанда. Екіншілік доға, екіншілік жұтқыншақтық доға, ол күлу, былайша айтқанда күлімсіреуге беттің мимикасына жауап беретін бұлшықеттер дамиды. Жетінші нерв арқылы нервтендіріледі, мимикалық бұлшықеттердің қалыптасуына, платизма и банағы дигастрик posterior belly бар, бізде артқы бөлігінің соның дамуына жауап береді. Сосын Ричард шеміршегі, Ричард шеміршегі. Так, осы бірінші және екінші доғалардың былайша айтқанда патологиясы кезінде бізде Treacher-Collins синдром пайда болады. Аутосомды доминантты нервный гребеньнің дисфункциясы кезінде пайда болады. Ол именно анау бас және бет сүйегінің патологиясы кезінде патологиясы байқалады. Беті былайша айтқанда пішіні өзгерген болып келеді. Құлақтары бітеліп қалуы мүмкін, сол секілді көріністер береді. Міне астыңғы жақ сүйегінің гипоплазиясы деген секілді. Үшінші доға, ол жұтынуға жауап береді. Жұтынуға жауапты, және 9-шы нерв арқылы нервтендіріледі. Тірасты сүйегінің үлкен, хорн дейді ғой, тірасты сүйегінің үлкен өсінділері дамиды. Ал біздің 4-ші доғадан осы кіші өсінділер дамиды, былайша айтқанда. Кіші өсінділер дамиды. 4-ші доға бізде сол нервус вагус арқылы нервтендіріледі. Бізде көбінесе осы 3-4-ші доға тілдің артқы 3-тен 1 бөлігін құрайды. Көмейдің шеміршектері бар ғой. Сол көмейдің шеміршектері осы 4-ші, 6-ші доғалардан дамиды. Оның барлығы көрсетіп болған. Тироид картиладж, аретиноид, крикоид, барлық шеміршектер осы 4-ші, 6-ші доғадан дамиды деген. Былайша айтқанда екі түрлі патология болады. Зайчья губа және волчья пасть. Осы екі жағдайда да, бірінші жағдайда екі жоғарғы жақ сүйегінің сегменттері дұрыс бітіспей қалады. Соның әсерінен бізде арасында қуыс пайда болады. Ол суреттен көрсететін болсам, бізде қуыс пайда болған. Так, енді волчья пасть жоғарғы екі мұрындық перегородка деп айту керек. Мұрындық перегородканың екі жағында мына қуыс қалып кетеді. Сонда сенен бізде пасть деген пайда болады. Былайша айтқанда қасқырдың аузы деп па аударуға болады. Екі жағынан өспей қалады, былайша айтқанда. Так. Келесі бізде уже жыныс жүйесі басталады. Бізде әйел адам және ер адамның жыныс мүшелері. Так, әйел адамның жыныс мүшелері көбінесе парамезонефрик түтіктерінен дамиды. Оны қазір суреттен көрсететін боламын. Екі түрлі түтік болады. Бізде мезонефрик және парамезонефрик. Пара деген уже әйелдерге қатысты болады уже. Бірақ в целом эмбрион дамыған кезде ода әйел адамда және ер адамда жыныс мүшелері бар. Бірақ жалпы сол екі түрлі мүшелер болады. Ер адамда бізде SRI ген деген болады. Осы SRI ген Y хромосоманың құрамында болады. Тестис determining факторды бөледі. Тестистің дамуына алып келеді. Яғни жұмыртқа жасушаның. Екі түрлі бізде жасушалар болады. Сетоли жасушалары және лейдик жасушалары. Сетоли жасушалар бізде мифті бөлетін болады. Парамезонефрикті тежейтін болады. Сол арқылы уже ер адамның жыныс мүшелері дамиды.
лейдик жасушалар бізде андроген бөледі, соның ішінде тестостерон бөледі. Ер адамға тән жыныс мүшелері дамиды. Так, мына суретте көрсететін болсақ, мына ер адамның және әйел адамның жыныс мүшелері. Утерус вагина әйелге тән. Және міне мезонефрик түтігі дегенерацияға ұшыраған. Ал уже парамезонефрик бізде уже әйелге тән фаллопий түтігін түзген. Так, міне екі түрлі түтікті айттық. Оларды басқаша Мюллер түтігі дейді, немесе Вольфман түтігі деп айтады. Әйел адамды біз суретке қарап айта берейік сразу, чтобы түсінікті болу үшін. Міне әлі белгісіз гонадалар, егер SRY ген болатын болса, яғни Y хромосом болатын болса, бізде ер адамға тән жыныс мүшелері дамиды. Дәл сол секілді SRY ген болмаса, әйел адамға тән жыныс мүшелері дамиды. Так, міне бізде жұмыртқа жасушы екі түрлі жасуша бөледі, сертоли және лейдигі. Сертоли жасушалары бізде мис бөледі, Мюллер ингибитор фактор ол былайша айтқанда. Ол осы парамезонефрикті тежейді. Сол арқылы бізде ішкі жыныс мүшелері дамымай қалады әйелдерде. Так, екінші бөлімде бізде лейдик жасушалары, олар тестостерон бөледі. Тестостерон бізде екі түрлі қызмет атқарады. Ол бір жағынан ішкі жыныс мүшелерінің дамуын қамтамасыз етеді. Соның ішінде міне банағы семивыносящий канал бар, ажомен. Жалпы айтқанда мына түтіктер ішкі түтікке полный, дуктус деференс деген секілді барлығы ішкі жыныс мүшелерінің дамуына осы тестостерон жауап береді. Және Вольфман түтігі де осы екеуі бірге ішкі жыныс мүшелерінің дамуына жауап береді. Және 5 альфа редуктаза деген фермент арқылы бізде дигидротестостерон пайда болады. Ол бізде сыртқы жыныс мүшелердің дамуын қамтамасыз етеді. Соның ішінде ер адамның жыныс мүшесі, ома және простата деген секілді. Дәл сол секілді әйел адамдарда бізде гормон, ең маңызды гормон бізде эстроген, әйел адамдарда. Ол сыртқы жыныс мүшелердің дамуын жауап береді. Соның ішінде мына клитор, лабия дейді, және қанаттың дисталь бөлігі былайша айтқанда. Бізде әйел адамдарда белгілі бір мөлшерде тестостерон болады. Олар екіншілік жыныстық жетілу кезінде түтіктердің өсуіне және жалпы түтіктердің өсуіне жауап береді. Бізде егер әйел адамға тән жыныс мүшелері дамып бастаса, егер X болған жағдайда, бізде уже миспен тежелмейді. Соған сәйкес ішкі жыныс мүшелері Мюллер түтігінен дами бастайды. Оның ішінде фаллопий түтігі бар, жаратор бар, және қанаттың проксимальды бөлігі. Енді патологияларды қарастырайық. Егер сертоли жасушалары болмайтын болса, Мюллер ингибитор субстанциясы жұмыс жасамайды. Соның әсерінен ер адамға да және әйел адамға да тән ішкі жыныс мүшелері дамып кетеді. Және бірақ сыртынан қараңызда ер адамның жыныс мүшелері болады. Бірақ ішінде бізде ер адамда, әйел адамда жыныс мүшелері дамиды. Себебі бізде мис тежемеді, тежеу болмады. Себебі сертоли клеткалар жұмыс жасап тұрған жоқ. Келесі ол 5 альфа редуктаза ферменттің жетіспеушілігі. Яғни мынау фермент бізде жетіспеушілігі пайда болады. Ол бізде қандай көріністе беруі мүмкін. Егер бұл фермент болмаса, бізде тестостерон дигидротестостеронға айналмайды. Соның себебінен бізде сыртқы жыныс мүшелері дамымай қалады ер адамдарда. Бізде тестостерон деңгейі жоғары болады. Сол тек қана бізде ішкі жыныс мүшелері ғана дамитын болады. Бұл мысалы кейін пубертатты кезең дейді ғой, екіншілік жыныстық жетілу кезінде бізде бәрі өсе береді. Мысалға түктер өседі деген секілді, дауысы жуандайды. Сонымен қатар ер адамдарда клиторға тән сыртқы жыныс мүшелері дамуы мүмкін. Және өзінің сондай бір қызық ерекшеліктері бар. Және нақтыда бір патология бар. Ол Мюллер агенезис. Ол біріншілік аменорея байқалады симптомдарда. Оның ішінде жатырдың болмауы, яғни ішкі жыныс мүшелері болмай қалады бізде. Бірақ сыртқы жыныс мүшелері нормально дамыған болады әйел адамдарда. Бүйректің шығару жолдарының аномалияларымен бірге қосаланып жүреді. Так, мысалға суретте көрсететін болсақ, әйел жыныс мүшелері парамезонефриктен бізде мысалға осындай бір аппендикс пайда болуы мүмкін. Аппендикс тестис деп айтылады. Мысалға осындай
рудиментті белгіге айналады. Әйел адамның банағы түтіктері. Ер адамның Вольфман түтігі, әйел адамда да Гартнер деген түтікті түседі. Ол да рудиментті белгіге саналады. Уже бізде гидронефрозның пайда болуы, бұның кейінгі патологияда өтетін боламыз талда. Нақты жақтардың аномалиялары көбінесе жүктіліктің асқынуына алып келеді. Бұндай аномалиялар ерте преждевременный роды деген секілді, или сондай бір патологияларға алып келеді былайша айтқанда. Біріншісі бізде септейт утерус дейді, жақтардың резорбциясы. Соның себебінен перегородкасы толықтай бітпейді. Былайша айтқанда перегородка қалып кетеді былайша айтқанда. Көбінесе жиі кездесетін аномалия септопластика жасайды емінде. Бейкорнвейт утерус. Бұл банағы Мюллер түтігінің толықтай Мюллер түтігінің дұрыс дамымауы немесе толықтай бітпеуінің әсерінен пайда болады. Бізде бір шлем секілді. И үшіншісі утерус диделфис. Кәдімгідей полностью дұрыс жетілмеген. Соның әсерінен бір жақтары екіге бөлінген секілді көрінеді. Бұдан кейінгі суретті өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Жалпы бізде ортаңғы мүшелер ер адамға да және әйел адамға да тән. Осы мүшелерде мысалға егер эстроген әсер ететін болса, осы гланс цитолиз деген клейторға айналады, или дигидротестерон әсер ететін болса, гланд пенисқа айналады. Суретке де айқын көрсетіп болған, өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Келесі бізде жалпы өте жиі кездесетін аурулар, гипоспадия және эписпадия. Жалпы сыртқы зәр шығару түтігінің аномалиясы. Мысалы, ол төмен қарай түсіп кетеді. Мысалы ретінде, сол арқылы бізде балада риск болады. Мысалға, ол инфекция жоғарырап кетеді, содан сенен қуыққа барады деген секілді. Эписпадия деген уже жоғары қарай шығуы түтіктің. Сол арқылы соған тән патологиялар көрініс береді. Жалпы анатомиясы, эмбриология осымен бітті. Егер бір түсініксіз жерлер болса, комментария жаза кетсеңіздер болады. Мен тағы да сол жерін, именно түсінбеген жерін алып, сіздерге қайтадан түсіндіруге тырысамын. Тағы да егер сұрақтар болса, сол комментарийге жаза кетейік.